Қайырлы күн баршаңызға. Мерекелік дастарханға сән беретін өте әдемі ерекше дәмді самсалар дайындап үйренеміз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға 200 мл жылы сүтімізді құямыз. Оған 100 мл сары майымызды ертіп қосамыз. Елу мл сұйық майымызды қосамыз. Және де 1 шай қасық тұз қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Оған 450 грамм ұнымызды қосып, қамыр елейміз. Жақсылап ен қандырып елеген соң, қамырымызды бетін жауып, тоңазытқышқа, яғни холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Салмамызды дайындаймыз. 200 грамм сиыр етін ұсақтап турап, оған 1 картошка мен 1 бас пияз ұсақтап турап қосып, тұз, қара бұрыш және кориандр қосып, және 2 ас қасықта сұйық май қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Жарты сағат тынған қамырымызды екіге бөліп, жартысын орап қойып, жартысымен нан жаямыз. Осылай оқтаумен жақсылап ұзыншақ қылып жайып шығамыз. Сәл ұн қосып осылай жаямыз. Қамырымызды жайып алған соң, ұннан сеу осылай жайып шығамыз. Оқтауымызға ораған кезде қамырымыз жабысып қалмау қажет. Оқтауымызға ораған кезде нанды қатты нығыздамай ораймыз. Осылай екі шетінен жиырамыз және осылай дастарханымызға жайып аламыз. Кішкене гармошка жасап, осылай салмамызды салып шығамыз. Салып алған соң, екі шетінен сәл ғана қамырмен бетін жауып шығамыз. Қамырымыздың ортасын осылай қысып біріктіреміз. Және осылай кесіп шығамыз. Кесіп алған соң екі жағын қысып, аударып қоямыз. Сонда түріктің баклавасы сияқты өте әдемі болады. Бір жұмыртқаның сарысы мен бетін жағып шығамыз. Бәрін бетін жағып шыққан соң, күнжіттен себеміз. Менде қара күнжіт, сіздер ақ күнжіт немесе түменнің дәнектерін пайдалансаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сеппесеңіздер де болады. Өте әдемі, өте ерекше самсалар. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес берем. Және де менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алда бұдан да басқа әдемі самсалардың рецепттерімен бөлісетін боламыз. Оларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңырауды басып қойыңыздар. Өте әдемі, өте дәмді самсалар. Ас болсын.